Қазақтың бір мақалы. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал жеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малынды беріп отырсан, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай, бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып қорғалатын. Әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ахиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсан да, көкірегін өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау, қылжықпас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртын пысық, ішін нас, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары, бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жылтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкіренгенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігенін бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақта есімізден шығып кететұғын құмарымызды. Ер жеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бас бұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса, сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің, дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімдікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей,
күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығымдап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құрылтайын деген бейнетінің бәрі басында, қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да, дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малы менен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні, құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жығызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыз, суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оны бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия, өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқтаяқ. Бізді не қыласын? Ана сөзді ұғарлықтарға айт, дейді. Оның өзге менен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұны болмаса керек. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қосасам керек еді. Әрнешек бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай не қылды, не болды, демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі емеспін. Әншейін, осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанынан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлде кімдікі. Қайратты күнімді қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып. Ер боларлық қайрат, жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұ да жақсы, өлер кезде әттеген ай, сондай қызықтарым қалды-ау, деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алам болмай өлуге. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем, орнымды бассын дейді. Артынан Құран оқысын дейді. Қартайғанның күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам, орнымды бассын демек не сөз? Өзінен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаным ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзінің көрген қорлығын аз болды ма? Өзінің қылған иттігін аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артынан балам Құран оқысын десен, тірлікте өзінің жақсылық қылған кісін көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсан,
баланың оқыған құраны сені неге жеткізеді? Тірлікте өзіне өзін қылмаған істі өлген соң саған балан кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенін, балам жасында өлсін дегенін. Егер де ер жетсін десен, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің елінде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десен, о да бір бос сөз. Әуелі өзін қаруын қайтарлық қартаюға жетемізсің. Жоқ па? Екінші, балан мейірімді болып, асырарлық болып туа ма, жоқ па? Үшінші, малын болса, кім асырамайды? Малын жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзін жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі, өз күнәңді өзін көтергеніңмен тұрмай, баланың күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі, баланды өзін алдайсың. Әне, оны берем, міне, мұны берем деп. Басында баланды алдағаннан бір мәз боласың. Sonra балан алдамшы болса кімнен көресің? Боқта, деп біреуді боқтатып, кәпір, қияңқы, осыған тимеңдерші, деп оны мазаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде болданын ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, ку, сұм бол деп, пәленшенің баласы сені сыртынан сатып кетеді, деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осы ма берген тәлімін? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарып қыларды, білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергенді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсан, біреуден жалынып алсан, біреуден алдап алсан болғаны, іздегенін сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жолағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзің таба алмасан, балан тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.